мемлекеттік туғы тек тұр. Алдан қарсы алу үшін қарау. Мемлекеттік рәміздер бұл кез келген мемлекеттің егемендігі мен бір тұтастығын бейнелейтін, оның ажырағысыз атрибуттарының бірі. Қазақстан Республикасында мемлекеттік ту, мемлекеттік елтаңба және мемлекеттік гимн мемлекеттік рәміздер болып табылады. Мемлекеттік ту ел егемендігінің рәмізі, ал көк байрағымыздың тұғырының берік әрі биік болуы бас қолбасшыға банған мемлекетіміздің қарулы күштері қазақ армиясына ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау, ұлттық ұлан және азаматтық қорғаныс органдарына артылған қасиетті борыш. Дәл қазір алдарыңызда мемлекеттік туды биік ұстаған сарбаздар еліміздің қарулы күштерінің әскери сапына келіп қосылады. Бұл ту тұғырын берік ұстап, ел іргесін сенімді қорғап тұрған дербестігіміздің айшықты нышаны, әрі мәртебелі мақтанышы. Айбының асқақтай берсін қазақ елі. Парад! Жел! Тек тұр! Алдан қарсы алу үшін қарау! Президент мырза, Қазақстан Республикасының әскерлері Қазақстан Республикасының рәміздер күніне орай мемлекеттік туды көтеру және жас түлектерге алғашқы лейтенант шенін салтанатты тапсыру рәсіміне дайын. Құрмет қарауыл бастығы майор Қайрат Бекзатұлы. Қадірлі қауым, баршаңызды мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер егемендік пен елдіктің ең басты белгісі. Көк байрағымыз, ел таңбамыз және ән ұранымыз күллі халқымызға қастерлі нышандар. Біз үшін тәуелсіздік ең қымбат құндылық, ал туымыздың асқақ желбірегені аса биік мәртебе. Батыр бабаларымыз сын сағатта әрдайым бір тудың астында жиналған. Бөрілі байрақ күллі түркі жұртын біріктірген. Абылай ханның ақ туы бүкіл қазақтың басын қосқан. Алаш туы арыстарымыздың жігерін жанып,
намысын қайраған. Біз бабаларымыздың даңқты жолын жалғастырып келеміз. Байрағымыз біріккен ұлттар ұйымының төрінде тұр. Оны ғарышкерлеріміз көк жүзінде көтерді. Альпинистеріміз әлемнің ең биік шыңдарына орнатты. Спортшылар жеңіс тұғырынан желбіретіп, әнұранымызды шырқатты. Күллі әлем қазақ елін көк байрағына қарап танитын болды. Халқымыз азаттыққа, ерен ерлік пен қажымас қайраттың арқасында жетті. Туымызды тұғырына қондыру оңай болған жоқ. Ал оны әрдайым биік ұстау тіпті зор күш-жігерді талап етеді. Ол үшін бізге еселі еңбек және берекелі бірлік қажет. Сонда ғана Қазақстанның шаңырағы биік, іргесі берік болмақ. Қастерлі нышандарымызды құрметтеу әрбір азаматтың перзенттік парызы. Біз асыл құндылықтарымызды аяқ асты етуге жол бермейміз. Биыл мемлекеттік рәміздерді қорлаған адамдарды жазалау шаралары күшейтілді. Түсіндіру жұмыстарына ерекше көңіл бөлініп жатыр. Отаншылдық мемлекеттік рәміздерді қастерлеуден басталады. Біз ұлттық нышандарымызды ұлықтау арқылы өскелең ұрпаққа үлгі өнеге көрсетеміз. Оларды отансүйгіштік жасампаздық рухта тәрбиелейміз. Сондықтан бүгінгі салтанатты рәсімнің тағылымдық, тәрбиелік мәні айрықша. Былтыр дәл осы күні елімізде республикалық референдум өткенін білесіздер. Халқымыз жаңару мен жаңғыруға жол ашқан тың бастамаларға қолдау көрсетті. Басты мақсатымыз әділетті Қазақстанды құру. Бір жылдың ішінде ауқымды шаралар атқарылды. Бұл жұмыс алдағы уақытта да жалғаса береді. Государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлое устремление нашего народа в будущее. Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн – это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей. Құрметті жас сарбаздар, біз қазір еліміздегі ең биік байрақтың түбінде тұрмыз. Жыл сайын осы жерде жас офицерлерге әскери шен табыстау жақсы дәстүрге айналды. Осындай шаралар отан күзетінде тұрған жастарымызға жігер береді. Оларға зор жауапкершілік жүктейді. Бабаларымыз тоң жығылмасын деген баталы сөз қалдырған. Рәміздерімізді қорғап, қадірлеу, көздің қарашығындай сақтау бәрімізге ортақ аманат. Сіздер халқымызға адал қызмет етесіздер деп сенемін. Есенбаев Мирас Сүлейманұлы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғары бас қолбасшы мырза, Руслан Есенбаев алғашқы офицер шеніне келіп тұр. Болсын. Қазақстан Республикасының қызметте. Әшім Ақыл Ермұратұлы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі Радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Оларға бас қолбасшы мырза, Руслан Әшім алғашқы офицер шен алмай келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етем. Аманалы Айдәулет Медетұлы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтын түлегі,
лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Аманалы алғашқы офицер жиналып келіп тұр. Қазақстан үлкен қызмет етемін. Саткеев Әділ Марғұланұлы, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі, Сағадат Нұрмағамбетов атындағы құрлық әскерлері әскери институтын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Саткеев алғашқы офицер атағын алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сөз сөйлеуге рұқсат етіңіз. Қадірменді жоғарғы бас қолбасшы мырза, біздің қызметіміз Қазақстан Республикасының аумақтық тұтастығы мен егемендігін сақтауға, мемлекеттік және әскери нысандарды күзетуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттарға сәйкес міндеттерді орындауға арналады. Жүктелген міндеттерді абыроймен атқаруға, Қазақстан халқына және оның президентіне адал қызмет етуге ант етемін. Бекболотов Ержан Бекболотұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара академиясын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Бекболатов алғашқы офицер шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Бірлік Бауыржан Жанатбекұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара академиясын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Бірлік алғашқы офицер шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Темірбеков Самат Талғатұлы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясын түлегі, лейтенант арнайы атағын еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Темірбеков алғашқы офицерлік шен алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Бақтиярова Дана Асланқызы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі, Бәрімбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясын түлегі, лейтенант арнайы атағын еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Бақтиярова алғашқы офицерлік шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сөз сөйлеуге рұқсат етіңіз. Аса құрметті жоғарғы бас қолбасшы мырза, сіздің қолыңыздан салтанатты түрде әскери шен алу мен үшін үлкен мәртебе. Еліміздің азаттығы мен біртұтастығын бейнелейтін мемлекеттік рәміздерімізді данықты ұл қыздарымыз дүниежүзілік аренада көкке көтеріп, қазақтың ұлттық рухын бүкіл әлемге паш етті. Біз, Қазақстан Республикасы жас офицерлері, еліміздің егемендігі жолында бар күш-жігерімізді салуда аянбаймыз. Тәуелсіз Қазақстанымыздың мемлекеттік рәміздерінің абыройын асқақтатуға, тәуелсіз отанымызға, Қазақстан халқы мен оның президентіне адал қызмет етуге ант етемін. Тілеген Өмір Русланұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан академиясын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Тілеген алғашқы офицерлік шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Керімбеков Ерболат Сұлтанұлы, Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан академиясын түлегі, лейтенант әскери шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Керімбеков алғашқы әскери шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Полатов Ербағлан Еркінұлы, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясын түлегі, лейтенант арнайы шенін еленеді. Жоғарғы бас қолбасшы мырза, курсант Полатов алғашқы офицерлік шенін алуға келіп тұр. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Сөз сөйлеуге рұқсат етіңіз. Аса құрметті жоғарғы бас қолбасшы мырза, мен үшін бүгін ерекше қуанышты сәт. Өзіңіздің қолыңыздан әскери шен алу, ол әрбір сарбаздың арманы деп білемін. Бұл сіздің және халқымыздың бізге артқан үлкен сенімі деп білемін. Мен Қазақстанның жас офицері, бар күш-жігерімді әскери күштеріміздің қатарын нығайтуға жұмсаймын. Тәуелсіз отанымызға, Қазақстан халқына және оның президентіне адал қызмет етуге ант етемін. Бакирамов Дихан Нұрланұлы, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясын түлегі, лейтенант арнайы шенін еленеді. Жоғары бас қолбасшы мырза, курсант Бакирамов алғашқы офицерлік шен
басына қызмет етем. Құрметті офицерлер, әскери шендеріңіз құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз әрқашанда тыныш болсын. Көк туымыз бейбіт аспанда желбірей берсін. Құтты болсын. Парад! Оңға! Зелонға! Қадам! Бас! Айбынды әскеріміздің мүлтіксіз қызметі ел егемендігінің кепілі. Мемлекетіміздің ең басты құндылықтары адамзат баласының өмірінің бостандығы мен қауіпсіздігінің айнасы. Құрметті лейтенанттар, сіздерді Қазақстан қарулы күштері, ұлттық қауіпсіздік, құқық қорғау, ұлттық ұлан және азаматтық қорғаныс органдарының офицер құрамына қабылданған бүгінгі салтанатты қуаныштарыңызбен құттықтаймыз. Отанымыздың тыныштығын күзетіп, қауіпсіздігін сақтаудағы қызметтеріңіз табысты болсын.